Жаңаөзен қаласында орын алған жағдай барлық қазақстандықтарды алаңдатуда. Ел халқы бейбіт тұрғындар мен тәртіп сақшыларының өміріне қауіп төндірген қылмыстық топтың әрекетін ақтау мүмкін емес. Тәуелсіздік мерекесінде осындай бейбастыққа жол берген азаматтарды қатаң жазалау керек деп есептейді. Сондай-ақ ел ішінде іріткі салған қанды оқиғаның артында кімдер тұрғанын анықтау қажет дейді пікірде. Әрине 16 желтоқсан күні, дәл мерекенің күні өткені өкінішті. Бірақ айтар едім, қанша болғанда да тонаушылыққа бармау керек, басбұзарлыққа бармау керек. Банкілерді тонау, банкоматтарды қирату, машиналарды төңкеріп тастау, жекеменшік магазиндердің барын тонау, өртеу, әрине бұлдай әрекет халықтың өзін теріс қаратады. Мұнда бір қоздырушы күштер бар сияқты менің ойымда. Мұндайда мен ел жұртты сабырлыққа, байсалдылыққа, істің алды артының дұрыс шешімін табуына лайықты әрекеттер жасауын тілер едік. Менекей қан төгіліп жатыр. Қанша адам мерт болып, жаралы болып, елді дүрліктіріп, өзі саны жағынан олсыз да аз халықпыз. Мынандай жайсыз жағдайлар біздің халқымыздың өсуіне де, дамуына да көп жағынан кедергі келтіретін нәрселер. Ол жаулар сыртта отыр ма, іште отыр ма мен білмеймін. Біз ұлттың ары үшін, ұлттың намысы үшін, ұрпақтың болашағы үшін басын қатерге тіккен, кеудесін оққа тіккен Алаштың арыстары жайлы оқып өсіп едік. Иә, сол Алаштың арыстары армандаған еркіндік бостандықтың алғашқы тойын тойлап атқан күні. Біздің елімізде осындай жағдайдың болғаны біз үшін өкінішті, біздің ұрпақ үшін. Сырттан келген жау жоқ, не көрінді сонша шабатындай. Барды қирату, елді білдіру, оған жол беру дұрыстыққа жатпайды. Әрине, заңды бұзғандар өзінің тиісті жазасын алуы тиіс. Жаңаөзен қаласында болған оқиға бұл өте жаман нәрсе деп ойлаймын. Біз жастар, мысалы, осы Қазақстанның тұрғындары, азаматтары бірлігіп, осы Қазақстанның өркендеуіне үлес қосуымыз керек. Бұндай Жаңаөзенде болған оқиға сияқты бұндай нәрселерге жол бермеуіміз керек. Өкінішке орай Жаңаөзен елді мекенінде бүгінгі таңда орын алған қанды қақтығыстар көз ашып көкірегі ояу барлық қазақстандықтардың көкіректерін запыранға, көңілдерін шерге толтыруда. Біздің қазақ ұлтының өз дүниетанымында қоғамдағы орын алған дау-дамайларды, жанжалдарды бейбіт түрде ақылмен, парасаттылықпен шеше білген. Ал мынандай болып жатқан жағдайлар біздің тәуелсіздігімізге, біздің ұлттың болашағына тамыр шабат